Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Айжан Кәрібай, және де біздің онлайн сабақтарымыз. Сонымен алдыңғы сабақтарда біз сіздермен Инстаграмның жілік-жілігін шағып тұрып, жақсылап қарап, талдап шықтық деген ойдамын. Егер де басқа бір жерлері түсініксіз болса, біз тағы да Инстаграмның продвижениясы жайлы, яғни біздің жазған посттарымызды қалай біз ары қарай аудиторияға таратамыз, сол жайлы әлі де сөйлесетін боламыз. Ал бүгін мен сіздермен YouTube желісі туралы сөйлескім келіп отыр. YouTube дегеніміз ол да біздің әлеуметтік желі, бірақ Инстаграмға қарағанда YouTube ол адамның асықпай отырып көретін жері. Мысалға Инстаграмды біз таңертең ұйқыдан тұра сала, қолымызға бірден алып, ленталарды ақтарып, немесе стористерді көріп, адамдарда не болып жатыр екен деген сияқты. Немесе бір жерде кет бара жатқанда, көліктің ішінде кет бара жатқанда, жұмысқа бара жатқанда көре салатын, сондай тез-тез қарай салатын лента болса, ал YouTube дегеніміз ол жұмыстан кейін асықпай келіп, қасымызға шайымызды қойып, солай экранды ашып, өзіміздің сүйікті ютуберлердің роликтерін қарайтын, сондай бір асықпай қарайтын біздің әлеуметтік желіміз. Сол себепті YouTubeке біз барынша ноутбуктен де қарауға ыңғайлы болғандықтан біз сол интерфейсті қарастыратын боламыз. Бірақ әрине, егер де тек қана телефондарыңыз болса, тек қана телефон арқылы да ютубер болуға әбден болады. YouTube'те каналымызды ашу үшін ең басты нәрсе бізде gmail.com жерінде бізде өзіміздің почтамыз болу керек. Алдыңғы ең алғашқы сабақтарымызды еске салайық. Егер де сіздер сол кезде gmail.com-нан почта ашқан болсаңыздар, онда дәл сол жерге кіріп, өзіңіздің YouTube арнаңызды создать канал деген батырманы басу арқылы өзіңізге арна жасап шығасыз. Ал егер де сіз телефон арқылы YouTube-қа кірем десеңіз, онда сізге ең бірінші Instagram-ды жүктеген сияқты, мысалға iPhone-да ол App Store, және де Android болса Play Market-тен YouTube-тың белгішесі бар приложениені жүктеп аласыздар да өзіңіздің арнаңызға кіресіздер. Енді YouTube-тегі де тура Instagram-дағыдай біздің профиліміз ашылады, мой канал деген профиль тұрады. Ол жерде бірақ посттар емес, сіздің өзіңіздің жүктеген видеоларыңыз шығады. Достар, менің YouTube арнам бар, оның аты Кербесфул. Мына жерде ол жазылған, және де бұл жерде де біз өзіміздің аватарымызды қоямыз міндетті түрде. Өйткені кез келген видеоның комментарийінде болсын, кез келген жаңағы видеоңыздың шетінде болсын, сіздің аватарыңыз көрініп тұрады. Сол себепті біздің профиліміз, яғни YouTube-тегі профилімізді дәл Instagram-дағыдай безендіруіміз, әдемі етуіміз міндетті түрде шарт. Мысалға, ол жерде біздің обложкамыз бар. Менде мынандай обложка, Кербесфул деген каналымның аты, және де өзімнің фотоларым тұрады. Бұл жерде бірақ Инстаграмдағыдай басқа көп нәрсе жоқ. Ең бастысы, мына жерде канал жайлы деген жерге өзіңіз канал жайлы нәрселеріңізді жазып, Инстаграм болсын, Фейсбукке болсын, өзіңіздің сілтемелеріңізді қалдыра аласыздар. Және де бұл жерде каналдың регистрация жасау датасы да жазылып тұрады. Менікі 9 ақпан 2011 жыл екен. Сондай-ақ ары қарай кететін болсақ, мысалға каналдың жанында басқа да каналдар тұр. Мысалға сіздің бірнеше каналыңыз болса, осы жерге жаза аласыз, немесе жай ғана сүйікті каналдарыңызды бөліскіңіз келсе, осы жерге қосып қоя аласыз. Оның жанында сообщество деген бар, сіздің өзіңіздің жазылушыларыңызбен ақылдасатын, сөйлесетін жеріңіз, және де жанында плейлисты. Мысалға сіздің сүйікті бір өзіңіздікі болмаса да бір видеоларды топтап қоюға болады. Немесе менде daily vlogs, мысалға күнделікті түсіретін влогтарым бар. Менің осы телевидениеде саласында жүрген бағдарламаларымды жасап қойғанмын. Мысалға beauty блогстарым бар. USA Vlogs деген өзімнің саяхаттау влогтарым бар. Осының барлығын мен өстіп топтастырып қойғам. Яғни адам кіре салған кезде сіздің видеоларыңызға қарап, қай влогтар қызық екенін, қай тақырыптағы видеолар қызық екенін көріп отырады. Яғни бұл біздің Инстаграмдағы жаңағы актуальный сториске кішкене жақындау. Одан кейін видеоларда сіздің видеоларыңыз шығады. YouTube-та бір ыңғайлы жер, сіз барлық видеоларыңызды көрсету шарт емес. Мысалы, бір видеоларды сіз дайындадыңыз, бірақ оны тек қана сіз бір белгілі топқа ғана жіберу керек. Мысалға, WhatsApp чатта сіз бір белгілі топ аштыңыз, тек қана соларға көрсету керек видео болса, сіз оның доступын сілтеме арқылы деп жазып қойып, тек қана солар ғана көре алатындай қыла аласыз. Яғни баршаға жария етудің қажеті жоқ. Енді тағы да главныйға келетін болсақ,
Біздің бірінші видеомыз сіздің каналыңызға ең жаңадан келген жазылушылардың көретін видеосы. Яғни ол автоматты түрде шығып отырады. Сол үшін сол видеоны, яғни обложка ретінде өте сәтті таңдау керек. Келесінен өңкей сізде популярный видеолар шығады. Одан кейін өзіңіздің жаңағы плейлистеріңізбен видеоларыңыз шығып отырады. Оны кез келген бағытта, кез келген форматта сіз өзгерте аласыз. Және де оны өзгерту жаңаға қайтадан айтам, ноутбуктан негізі YouTube-пен жұмыс істеген өте ыңғайлы. Тағы да YouTube-қа келетін болсақ, өте бір ыңғайлы және де керекті нәрсе ол творческая студия деп аталады. Кез келген ютубердің өзінің осындай студиясы болады жеке. Бұл жерде дәл Инстаграмдағыдай сіз бүкіл статистикаңызды көре аласыздар. Міне достар, сонымен сіздер үйрене берсеңіздер болады. Егер де Инстаграмда сіздер блогер ретінде, жаңағыдай жазатын адам ретінде позицияланатын болсаңыз, YouTube-та сіз ютуберсіз. Егер де сіз өзіңіздің видеоңызды белсенді түрде шығаратын болсаңыз, сол бір комьюнитиға кіріп, сізді енді ютубер деп атайды. Міне, сіздің аналитикаңыз мына жерде барлығы көрініп тұрады. Егер де сіз YouTube-тың партнеры болсаңыз, онда сізге жаңағы YouTube-тан түсетін ақшаңыздың барлығы осы жерде көрініп тұрады. Статистикалардың барлығы. Бұл жердің аналитикасы, статистикасы Инстаграмға қарағанда өте кең, неше түрлі статистиканы ала аласыз. Сіз мысалға ең көп қаралған видеоңыз, мысалға сіздің видеоңызға кіріп, қайттан шығып кететін болса, сол қай жерінен шығып кетті. Немесе сіздің видеоңызды соңына дейін көріп шықса, қанша минут бойы көрді деген сияқты өте бір тереңнен алынған статистиканы ала аласыз. Енді достар, жалпы YouTube-тың біздің Қазақстандағы жаңағы айтып отырған партнерствосы жайында сөйлесетін болсақ, барлықтарыңыз білесіздер, YouTube қазірде Google-ға жатады. Google-дың бізде ресми түрде представительство дейміз, яғни өкілдігі Қазақстанда жоқ. Бірақ Қазақстанда сол YouTube-тың агентстволары, яғни ортада жүрген бір агенттіктер өте көп. Мысалға Air Academy деген бар, немесе YouTube-тың Қазақстандағы Genesis деген филиалы бар. Менің өзім жеке басым сол YouTube Genesis Қазақстанға партнерлік ретінде серіктестікке қол қойғанмын, солармен бірге жұмыс істеймін. Сондай жерлерге сіздер де кіріп, солармен бірігіп жұмыс істесеңіздер болады. Ал жалпы көп адамдар YouTube-та мен не үшін видео түсіремін, менің видеома маған кім ақша береді деген сияқты сондай сұрақтарды өте жиі қояды. Яғни YouTube-тың ішіндегі видео жасауды, монтаж жасауды үйренбестен бұрын алдымен сіздерге сол ақша жайлы айта кетейін. Сіздің кез келген видеоңызға YouTube өзі сізге тікелей картаңызға ақша аудармайды, ол олай жұмыс істемейді. Яғни бұл жақтағы нарық қандай? Үлкен алпауыт ірі компаниялар бар дейге, мысалға телефон өндіруші, немесе үлкен компьютер өндіруші, үлкен алпауыт компаниялар, олар өздері жарнама береді. Яғни олар YouTube-тың компаниясына келіп, YouTube-та ол бір компания, соған келіп мен жарнама жасағым келеді. Сенің жазылушыларың, яғни пользовательдерің жасайтын роликтерде менің жарнамам көрінсе екен деген өздерінің ұсыныстарын айтады. Ал YouTube болса сол пользовательдерге, яғни сіздерге келіп сол ұсынысты береді. Яғни сіз өзіңіздің роликтеріңіздің басында жарнама қойсаңыз болады, соңында жарнама қойсаңыз болады, немесе ортасына жарнама қойсаңыз болады. Ал ол жарнамаларға мысалға әлемдік YouTube-та алатын болсақ, мысалға Америкадағы ютуберлер әрбір 100 мыңыншы көрсетілімге олар $300-400 ақша тауып отырады. Ол енді ресми түрде YouTube-тың өкілдігі бар елдерде. Яғни тағы да, егер де сіздің видеоңызды мысалы ТМД елдері емес, Америкадан көрсе, немесе Англиядан көретін көрермендер болса, онда сіздің қаржыңыз да өсе бастайды. Енді YouTube біздің Қазақстанда өзінің ресми өкілдігін ашқанша дейін біз қалай қаржы таба аламыз? Оның негізінен көптеген жолдары бар. Мен жаңа айтып өткен біздің ортадағы агенттіктерге сіздер серіктес бола аласыздар. Және де өзіңіз осы локалды жарнама берушілерге де айтсаңыздар болады. Мысалға, егер де сіз өзіңіз бір бьюти-блог жүргізетін болсаңыз, яғни әдемілікке бағытталған, сәнге бағытталған сіздің YouTube каналыңыз болса, онда осы локалды жердегі компанияларға сіз айтасыз. Яғни сіз осы локалды компанияларға айтасыз: менің осыншама көрерменім бар, менің осыншама көрсетілімім
өте тілімім бар, мен өте жақсы нәрсе түсіремін, яғни мен профессионалды визажистпін, немесе стилистпін. Мен сіздердің осындай өнімдеріңізді өзімнің видеома шығарып, соны көрсете аламын деп. Яғни сондай жолдармен сіздер де ақша таба аласыздар. YouTube-ке алғашқы видеоңызды жүктемес бұрын бір нәрсені бірден еске сақтап алыңыздар. YouTube-те кез келген пікірлерге тап боласыз. Яғни бұл жерде хейтерлар да болуы мүмкін. Енді кішкене Инстаграмның аудиториясына қарағанда, мысалға Инстаграмға сізге бір жағымсыз пікір жазса, сіз бірден ол адамның парақшасына кіріп, ол кім екен деген сияқты бір кішкене ақпарат ала аласыз. Ал YouTube-та мысалға мүлде ешқандай ақпараты жоқ, тек қана сізге комментарий жазып жүретін адамдар көп болуы мүмкін. Сол себепті YouTube-та видео бастамас бұрын, өзіңіз шығып сөйлемес бұрын, сол нәрсені өз-өзіңізбен шешіп алыңыз. Яғни сіз ешқашан да ондай бір жағымсыз пікірлерге, жалпы хейтерлардың пікірлеріне ешқандай назар аудармаймын. Мен өзім жайлы өзімнің бағамды білемін. Сол себепті мен ешқандай да өзіме қатты жақын қабылдамаймын деген сияқты шешім қабылдау керек. Өйткені егер де сізге қаншама бір жай ғана шашың дұрыс тұрған жоқ, түрің әдемі емес деген сияқты сондай бір конструктивсіз критика айтқан кезде сіздің көңіліңіз түсіп, келесі видеоны түсірмеймін деп айтпауыңыз керек. Сол себепті ең бірден бір нәрсе, YouTube-та видео бастамас бұрын ешқандай да критикаға назар аудармаймыз, тек қана конструктивті болса, мысалға дауыс естілмей тұр, немесе картинкаң онша емес деген сияқты нәрселерге қарап өзіңіз жарықты дұрыстап қойып, мысалға дауысқа мүмкін микрофон сатып алып, сондай нәрселер жасауға болады. Мысалға айтып тұрғаның не деген сияқты неше түрлі комментарийлер болуы мүмкін, оның ешқайсысын қатты жүрекке қабылдамай, тек қана алға басамыз. Сонымен достар, бүгін біз жалпы YouTube-қа кіріспе жасадық. Енді сіздермен келесі сабақта шынымен де жарықты қалай қою керек, қалай камера алдында сөйлеу керек, және де не жайлы айтамыз, монтажын қалай жасаймыз, алдағы сабақтарда қарастыратын боламыз.